Родной, бүгін 31 ғой ше. Ертең 1 январдан бастап полный өзгерем. Ерте тұрам, тамағымды дұрыстайым, ұйқыны дұрыстайым, спортпен айналысып, кітап оқып сөйтем. Ой, қош, өткен жылда сөйтіп айттың ғой сен. Өткен жыл чөт-чөт графикпен проблема болып кішкене маңырақ қалдым. Осы жыл, родной, қалдырмаймын точно ше. Там осы жыл деп отырсың мен де. Полный өзгерем, родной, жақсы. Қайғы? Мен ертерек барып ұйықтай берем, родной. Түскі 12 ғой қазір. Жоқса, ерте жатып, әрекет жасап, ерте тұра берейін деген ғой. Кеше түнде қайға кетіп қалдың? 11-де ұйықтап қалғасың, прикинь. Қош? 11-де ұйықтап, 2-де бірақ тұрғасың. Тұрсам, салют атылып, оливиян бәрін жеп, бәрі ұйықтап жатып қалған ғой. Ешқандай қызық көрмедің ба сонда? Стористан ғана көріп, дальше ұйықтап қалғасың. Родной, жаман тупить етіп қалдық қой. Негізі бүгін салют сату керек еді қой. Қош? Ақшаны астында қалатын ек. Макс братан бар ғой, былтыр 30-на дейін салют сатты да, 31-не дейінше 200 мініп алды ғой. Хотя бы 3 күн сатқанда 14 мініп жүретін ек қой. Гориллас. Чё там, родной, не план бүгін? Ешқандай план жоқ, родной. Қойындаршы өйтірттен, план жоқ деп былтыр. Таңғы 6-да келдіңдер ғой клубтан. Аяғы шығып кетті ғой. Аяқ асты шығып барып, аяқ астына қарап бір звондап жесеңдерші маған. Ой, жарайды. Ой, жарайды. Інім, клиент жоқ па? Жоқ қой. Ауылына қайтпай менде біреуіне болады. Болып қалдың ба сен? Болып қалдым почти. Ма? Біреу ақ бұны. Ой, тас жоқ басқа жерде. Осыны айналдыра берсей. Баяғыда студент кезде бір машинамен 7-8 бала болып қайтатын тұғымыз ауылға. Енді өзі машина жоқ, тапшы ғой енді өзі. Көке негізі алдында біреу бар ма? Ой, жоқ. Сендер сөзге намыстанып жетеуің артқа отырып алдыңдар ма? Бос-боса отыра берсеңдер, жанды қинамай. Мына артқы балондар летний ғой, осыларды ауыстырып алу керек. Осы летний мен зимний не айырмашылығы бар? Ой, летний мынандай лысый болады. Зимний ше? Зимний ішінде мехі болады. Қалың жаурамайды да аяқтары. Көке балаңыз жақта? Ой, балам органда ғой қазір. Көтеріп кетті ма? Жоқ ай, органдар сатады ғой адамның. Органдарды. Қазір клиент тауып берейін ба балама? Жақсы көке, мен кете берейін. Қорқпай әнім, жарамайсың сен. Қазір бар ғой, біраз таксист өзі сол энергетиктен кетіп жатыр. Дизи, Горилла, Red Bull соның бәрінен кетіп жатыр. Өзіңіз жүріп ішпе деп айтпайсыз ба сонда? Не деп айтам мен? Конкурент жоқ та зато. Конкурент. Өзінде ішіп қоям арасында. Маған сыйлық бересіңдер ма? Ана папаңнан сұрасайшы, папаң дайындап қойған шығар саған. Папа, сіз тайная сантасыз ба? Тайный салтанат сіз қайда білесің сен оны еппашамай? Жоқ, папа, тайный салтанат емес, тайная санташы, жаңа жылға сыйлық бересіз ғой бізге. Уф, еппашамай, жүрегім түсірді ғой шешең сайын. Оны не істесең сыйлық алып? Білмеймін, ештеңе алған жоқпын мен. Жұрттардың папасын қарашы, біле сыйлық беріп отырады. PlayStation береді, компьютер береді. Біздің папа жыл сайын шешесі құдақты жоқ қой. Ай, не болды қыз, не сыйлық дайындамадың мына балаға? Ай, қыз, ана 1500 теңгенің бірдеңе саласамадың ба шоколадтар? Қату қумас жоқ деймін мен саған. Сен мына түріңмен маған да сыйлық жасаған жоқсың ғой примерно да? Шешең сай, ешкімге сыйлық жасаған жоқпын деймін. Жұмыстан да сыйлық берген жоқ, осы айда ақша жоқ деп отыр. Жоқ, сен неге жұрттың байлары құсап кішкене бізге бірдеңе алып келмейсің? Шешең сай, қат сен не маған бірдеңе келіп тұр. Достарың арақ ішейік десе ақша табасың сен соған. Сода бізге ақша таппай қалдың ба? Мама, папа, болды, қойыңыздар, керек емес, мама. Сен бұл аузың жақ шешең түскен. Осы ұрыстың бәрін сен шығарып отыр. Пап, болды, керек емес, папа, сыйлық керек емес, мама. Ай, теп, өлді. Шешең сай, бас қасына отыр, шешең. Мә, шешең. Рахмет, мама, папа. Күшті концерт қойып бердіңдер маған. Рахмет. Қазір ешкім вайн көрмейді. Көрмейді вообще вайн. Лайк баспайды. Вайн түсірмейтін де болған ба қазір? Вообще түсірмейді, қызық емес болып кеткен сияқты ма? Бартерге еш нәрсе бермейтін болған ғой қазір? Ой, бермейді бартырға да. Сұрасаң да бермейді ештеңке. Пацаны, работай. Все. Кеттіге бізде екінші бір. Екі әннен кейін шығамыз ғой? Так, армияға бару керек. Қайсың барасыңдар армияға? Сен бала? Ой, жоқ ой, папа, мен бармаймын армияға. Жұмыстарым бар ғой менің. Қанша тірліктер бар. Дұрыс, жұмыс істеу керек қой. Сен? Мен ба? Ой, жоқ мен оқуым бар әлі. Ой, жаным, бармаймын мен әзірге, папа. Дұрыс, оқуыңды оқы енді. Сен бала? Ой, папа, мен енді армияға. Қазір кету керек екен енді армияға? Қазір бару керек екен. Тұлғы бір ай тірліктерім бар еді да. Бұл тез. Тамақ бірдеңе. Тамақ оның бәрін өзің табарсың. Ораза ұстайсың десеңші. Бұл үйленем ба деп ойлағам ғой, қызым мен. Қызыңды уайымдама, ол ағаңа тұрмысқа шығайын деп жатыр. Ағама тұрмысқа шығайын деп жатыр ма ол уже? Сөйлесіп қойдық. Мәссаған, сол үшін кетіп баратырмын ба мен сонда?
Сенің бай досың. Өзінің охраннигін ұрған дейсіз бе? Ой, адам сыйламайды екен да. Олар да адам ғой енді. Ой, жақсы сонда мақұл. Хабарласам ғой мен. Тауда жүргенмін, тауда. Қарындас, маған бір бегемоттың бетінен сорпа ыстық. Одан кейін жираф пен түйенің мойнын бүйтіп орап, чечил жасап әкеп берші. Алло, Эдвард, маған Антарктидадан бір 4 пингвин, 2 итбалық, 3 ағаю салып жіберші. Bir жақтан кішігірім атмосфера сезілмей жатыр да. Алло. Алло. Суыққа қатып қалды ма не алды? Эдвард? Бергел, бергел. Не болды мәке? Не мынау? Не болды? Қайдан алдыңдар нан? Гоутуристтен алдық қой сізге. Молодец, әдемі екен. Жып-жылы, ноп-новый екен да бәрі. Сноубордты қойдым жерге. Өз үстіне тұрып ем, тауды айналдырып қыдыртып алып келдім. Молодец. Сноубордтан 10 штук, шаңғыдан 10, киімнен 10 штук алып қойыңдар. Ертең ана кішкентай балам бесік тойына Илон Маск, Роналдолар келеді да үйге. Кішкене қонақ қылып мына жаққа алып шығып қыдырып қойған. Бүйтіңдерші, айналам бәрі аппақ көзді ауыртып жүреді. Күннің ярқысын сәл түсіріңдерші. болды басеке. Ага. Дәурен түсір. Давай, кішкене. О, нормально. Соғысқа маңдар, кішкене түсіріп қойып атқан ма? Бұл үст бара берем болды. Анау костюм шалбарын кисе? Мін. Ой, Бәлу, тікпейсің ба мұнан? Баяғы тікпейсің ба осыны, айбалау. тігіп берем әкем. Тікпей алғыш. Өткенде ана иінесін қалдырып. Той жерге дегенде су ішек, әр жерімізден тезіліп. Маған қараймын. Қап-қарамын. Ай, оны жүріп берейін десем мен. Қойш, той басталады ғой қазір. Салақсың да şimdi, салақсың просто. Ливерпульдегі ма? Ой, пырмай, Ливерпульдегі салақ шашын алды ғой жақында. Сен шашын түгілі. Тойда қоң көтеріп билеме, май киіп алған десе. Магазин бар, білешме. Бритва аласың ба? Бір шарт білем. Капрон аласыш маған? Капрондар алайын да саған. Содан ғой шарт кемейтін, тырма қалсай. Кузашка алу керек. Қой. Сосын ана тойдан кейін қалып, адыс жуыссай сен аналармен бірге. Жуысып жатыр ма? Сен ішіп жуысып жатсың ғой алқаштарменен. Сол жерде мен жуып жүрмін ғой. Қайын атаңа мен сәлем салам ба енді? Екі үйді білмейсің, сәлем салып ұмытқан жоқсың сен. Ойбай, мына мала десе, мынаны тікіп қойыпсың ғой. Жуып ойыңда болмады ма? Мына гипс сияқты мына жақ. Мен бағаланыс. Миллиардтан жалғыз өзім сорлы шыққан жоқпын ба? Сорлы болып десе. Әр тойда үлгі болып жүріп қой, мысалдарды. Құдай сақтасын да жүріп қой екеуміз. Ой, пырмай, дуалап ағасың ғой сен мен. Қалай сен алғанды? Қойшы сыртқа шығайсың. Біліп тұрып сұрақ қоятын родной. Родной? Не істеп отырсың? Пойыз күтіп отырмын. Прикинь, туалетте пойыз күтуге болады екен. Родной кетіп баратсың ба? Жоқ, киініп алып үйдің ішінде жүрем. Жаурайын біреудің үйіне келсем. Родной, сен ба шапалақ ұрып тұрған? Жоқ, көтім ғой, көтім. Медет басын жуайын деп жатсың ба? Жоқ, білән, нан толтырып шомылам қазір. Баспен галлатым жүгіріп кеп. Шашыңды алып келдің ба? Жоқ, жаңа жүгіріп келатқан ғой, түсіп қалып бәрі. Өйстіп әдем болды. Родной, чай ішейін деп жатсың ба? Жоқ, білән, өйстіп дайындап қойып қоям, ертең ішем ғой. Родной, футбол ойнайын деп жатсың ба? Жоқ, білән, осымен барып бассейнге түсем. Жүгіріп барып бассейнге. Родной, музыка тыңдайын деп жатсың ба? Жоқ, білән, құлағым жаурап кетті. Родной, ажимай жасап жатсың ба? Жоқ, жерді итеріп отырмын сәл төмен қарай. Жақындап кетті да. Let's go, la la la. Bicha молодой Instagram. Төрт қызбен сөйлесіп жүрмін, родной. Соның біреумен жолығам қазір. Болды. Дағы. Кіммен сөйлесіп жатсың? Жеңгелер ғой, жеңгелер. Осыны алам деп отырмын, құдай қаласа. Таза қатын болатын қыз бар. Ағаларың үйсі бойдақ болып жүре бере ме? Бір қыздармен таныстырсаң да өздерің ғана сөйлесе бермей. Бойдақ қыздар бар ма? Бір группалас, класстас. Классас бар. Түр нормально біреуін көрсетсе. Көрші ауылда бір қыз бар дейді, майдан қайтқан бір бабасымен. Соны асам ба деп жүрмін, сөйлесіп жүрмесін. Міне жігіт. Алсай сон болды ғой. Осы той болады, болды. Че там неге шақырдың досым? Қатын төркінге кетіп қалды досым. Ектелешісімен бірге кетіп қалды. Бір шақ біш. Ішіп алайық та кәдімгі дух жинап барып кетерші. Кемпір шал қоймай жатыр. Немере керек қой оларға да. Үйге де әйтеуір бір адам керек мен. Ақбілік соны. Сенің бала жақтырмайтын досың. Айтпасаңа, бала шағың бәрін тастап кетші, адам құсап өзіміз отырайықшы, мы жеп қойды, улап шулап. Давай. 8,300. Құр кет бар, ане қойнаш бар. 8 қанша дедім жаңа?
миым жеп қойды қасында отырып. Симаны Мұхтардың баласына жылап болған. Жоқ, Қойшы сен от дейді ғой. Мұхтардың өзіне айтпай ақ қойды, тамақ ішіп отқан ғой. Ана кішкентай бала сен деп тартып басына бір-ақ ұрдым. Как раз Мұхтар ары тамақ ішіп отқан. Аңырады. Қышы шуламай таспен басыңнан жарым кет. Деп тұрады, кішкентай балдар ғой. Ол ертең өседі ма, таспен өзің тұрады бұл. Айжан, алсынау, қолдан құлап қала бере ма бір бәле қойшы. Ей, құрды алға бар, ойна бар. Анан қарса кішкентай бала, итті ала батыр. Қайсы? Йоу! Бармай қош, көрейікші до конца не олар екен. Жемейді ғой, пәле